Электростанцияларда және автомобиль қозғалтқыштарында қолданылатын отындарды жағу ауаны күкірт және азот оксидтерімен ластайды. Атмосферада жүзеге асатын табиғи процесстер бұл оксидтерді суда еритін күкірт және азот қышқылдарына айналдырады, ал олар өз кезегінде қышқыл жаңбырлардың жаууына әкеледі. Қышқыл жаңбыр суында әртүрлі зиянды реакцияларға қатысуы мүмкін сутек иондары шамадан тыс көп болады. Сондай зиянды реакциялардың бірі қышқыл жаңбырлардың ормандарға тигізетін залалы. Топырақтың құрамында алюмосиликаттар деп аталатын күрделі алюминий тұздары болады. Бейтарап ортада олар бос, гидратталған алюминий иондарымен тепе-теңдікте кездеседі. Бұған алюминий оксидінің реакциясы дәлел бола алады. pH мәні бейтарап, яғни сутек иондарының концентрациясы төмен болған кезде тепе-теңдік түгелдей солға қарай жылжиды. Және алюминий иондары суда ерімейтін алюмосиликаттарға байланысады. Осыған қарамастан, қышқыл жаңбырлардың әсерінен сутек иондарының концентрациясы артқанда тепе-теңдік оңға қарай жылжиды да, бос алюминий иондары топыраққа бөлінеді. Алюминий иондары көптеген өсімдіктер үшін улы болып табылады. Атап айтсақ, олар судың дұрыс тасымалдануына кедергі келтіріп, ағаш тамырларын зақымдайды. Нәтижесінде ағаштар әлсіреп, ақыр аяғында өліп қалуы мүмкін.